Ал наурыздың 3-нен бастап өтінімдер қабылдана бастайды. Алайда құжат әлі күнге дейін толықтырылып жатыр. Әсіресе салық мәселесінде шикілік көп. Мысалы, банкрот болған азамат заң бойынша кешірілген қарызынан 10% табыс салығын төлеуі тиіс. Кредитін жаба алмай батпақтап жүрген жанда мұнша ақша қайдан болсын? Сондықтан в целях восстановления платежеспособности и банкротства граждан предлагается азаматтардың төлем қабілеттілігін қалпына келтіру мақсатында жеке тұлғалардың банкроттық кезінде кешірілген қарызы оның табысы деп есептелмеуі тиіс. Яғни салық төлеудің қажеті болмайды, бірақ медальдің екінші жағы бар. Мәселе мынада: Қазақстан бойынша 1.180.000-нан астам адам кредитке белшеден батып, берешегін төлей алмай жатыр. Олардың бәрі банкрот атанып кешірілген қарызынан табыс салығын төлемеген жағдайда 3 жыл ішінде бюджет 100 миллиард теңге кірістен айырылуы мүмкін. Сумма, она условно посчитана с суммы задолженности. То есть бұл тек болжам ғана. Қарызы бар адамдардың барлығы бірдей банкротқа өтініш бермеуі мүмкін. Бұл бір. Екіншіден, қарызын төлей алмай жатқан адамның салықты да төлей алмайтыны белгілі. Сондықтан бұл сома бәрібір бюджетке түспейтін еді. Яғни бюджет қысқармайды, тек кірістің бір бөлігінен қағылады. Осы орайда тағы бір жаңашылдық: жеке тұлға банкроттығын рәсімдеу үшін сотқа жүгінген кезде қарызы бойынша өсімпұлды есептеу уақытша тоқтатылады. Ал егер сот оны банкрот деп танудан бас тартса, өсімпұл қайта есептеле бастайды. Соңғы жылдары тұрмысы нашарлаған қазақстандықтар жиі кредит ала бастаған. Былтыр несие беру 25%-ға артып, оның көлемі 7 триллион 700 миллиард теңгеге жетті. Осы орайда Сенат спикері Мәулен Әшімбаев қаржы ұйымдары несие беру талаптарын қатаңдатуы тиіс деп санайды. И в этой связи возникает вопрос: может быть, в дальнейшем нам не... Болашақта банктер кепілсіз несие алатын тұтынушыларды мұқият тексеру үшін заңнаманы қатаңдату мәселесі туындайды. Егер біз осы бағытта нақты қадамдар жасамасақ, тұтынушыларға несие беру көбейіп, одан туындайтын экономикалық және әлеуметтік жағдайдың салдарынан банкротқа ұшыраушылардың қатары да арта береді. Әшімбаевтың айтқаны дұрыс-ақ. Әрине, сенатордың жалақысына кредитсіз-ақ күн көруге болатын шығар. Тек қараша халықтың несие алудан басқа амалы жоқ екенін төраға ескермеген сияқты. Инфляция аспандап, қымбатшылық қысқан заманда табысы төмен қазақстандықтар тіпті азық-түлікті кредитке алуға мәжбүр. Алайда депутаттар бұған үкімет емес, азаматтардың өздері кінәлі дейді. Я тоже часто пользуюсь. Мен де кредитке жиі жүгінем. Шұғыл қажет бола қалса, ақшам болмай қалса, несие рәсімдейм. Бірақ төлем қабілетіме қарай бәрін есептеп алам. Бастысы, әр адам шешім қабылдарда қарызды төлей аламын ба, жоқ па деп ойлануы керек. Өз мүмкіндігін дұрыс бағалағаны жөн. Бұл жерде үкімет өз міндеттемелерін орындамады деу қисынсыз. Билік кінәлі деп ойламаймын. Әркім өзі үшін жауап береді. Банкроттыққа өтінім қабылдау бір аптадан кейін басталады. Жауапты министрлік бәрі дайын деп сендіріп отыр. Алайда банкроттықты қазақстандықтар қарызды кешіру немесе кредиттік амнистия деп қабылдамауы керек. Бұл қадамға басқа амал қалмаған кезде ғана барған жөн. Өйткені банкрот болған адам 5 жыл несие ала алмайды, 7 жыл банкроттыққа қайта арыз бере алмайды, ал 3 жыл бойы мемлекет оның қаржылық жағдайын бақылайтын болады. Әсел, менің айтарым